Сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді, әрі қарапайым, тез дайындалатын панкейки дайындайтын боламыз. Немесе американды құймақ деп аталады, бірақ пішіні бойынша олар біздің оладьиға көбірек ұқсайды. Алдымен құрғақ ингредиенттерді жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Құрғақ мискаға 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант, ванилин, шым-шым тұз, су және барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстіне біртіндеп құрғақ ингредиенттерді салып, венчикпен қайта-қайта жақсылап араластырып отырамыз. Орташа қызып тұрған пешке 1 қасық құймағымызды құйып, 2-3 минутта 2 жақ бетін пісіріп аламыз. Екінші жағы тез піседі, сондықтан кішкене ғана күте тұрсаңыздар болады, содан кейін алсаңыздар болады. Примерно 30 секундтай күтсеңіздер болады. Панкейки дайын болды. Әдетте құймақ таңғы асқа әртүрлі тәтті соустармен, шоколадпен әзірлеп беріледі. Ал мен осылай қант ұнтағымен және шоколадты крошкамен әзірледім. Менде где-то 15 панкейки осындай пішінді формамен 15 штук шықты. Сіздермен болған Динара. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тағы да рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!